Сәлеметсіздер ме? Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды-техникалық колледжі қазақ тіл және әдебиет пәнінің оқытушысы Қанатова Перизат Әбжәмеқызы. Пән қазақ әдебиеті модуль атауы әдеби шығармалар арқылы теориялық білімін дамыту. Бірінші бөлім қалың елім қазағым. Сабақтың тақырыбы Абай Құнанбаевтың Масғұт поэмасы. Оқу мақсаттары: Абай Құнанбаевтың Масғұт поэмасындағы кейіпкерлерге салыстырмалы талдау жасау, Масғұт образы арқылы дәріптелген құндылықты анықтау, поэмадағы негізгі идея мен мәселелерді ашып көрсету. Абай қазақ поэзиясының өсіп гүлденіп жаңа сапаға жетуіне орасан зор еңбек етті. Ақын жас ұрпаққа терең ойға толы алуан өлеңдер үлгісін қалдырды. Абай мұралары адамгершіліктің, имандылықтың, биік парасаттылықтың асыл қазынасы. Асылында Абай поэма жазуға қатты әуестенбеген, тек бұл өнерді шәкірттеріне тапсырып отырған деседі. Абай өмірінің соңына дейін 3 поэманы жазып қалдырды. Олар Масғұт, Ескендір және Әзім әңгімесі. Аяқталмаған. Поэма дегеніміз не? Поэма эпостық жанрдың бір түрі. Белгілі бір оқиғаны, адам тағдырын, заман шындығын өлеңмен сипаттайтын поэтикалық шығарма. Ескендір поэмасында көрші елдерге шабуыл жасап, ханын өлтіріп, халқын талап, жазықсыз жандардың қанын судай шашқан қанішер жауыз Ескендірдің шапқыншылық әрекеттерін суреттейді. Ақыры темір қорғанды қақпаға кездесіп, қамалды ала алмай дағдарысқа ұшыраған патшаға қақпаның күзетшісі орамалға түйген адамның көз сүйегін сыйға тартады. Оның мәнісін түсінбей ашуланған Ескендір ойшыл ғалым Аристотельден жұмбақтың мәнін сұрайды. Аристотель адам көзі тіршілікте еш нәрсеге тоймайтын, тек өлгенде ғана топыраққа көміліп тынатынын айтады. Абай атамыз жауыздықты ізгілік жеңеді деп қорытынды жасайды. Оның соңғысы Әзім әңгімесі бітпей қалған шығарма. Шығарма оқиғасы 1001 түн ертегісіндегі сюжетке құрылған. Поэманың негізгі идеясы баюды нысана еткен адамдарға тән мінез-құлықтарды бейнелейді. Әзім өзінің жастығы, аңқаулығы, тәжірибесіздігі арқасында құлқының құлы болған қу шалдың баю жолындағы құрбандығы болады. Абай поэмаларының сюжеті шығыстық дастан аңыздарға, ертегі баяндауларға құрылған. Абай Масғұт дастанын 1887 жылы жазған. 1909 жылы Петербург қаласында жарыққа шығады. Шығарма сюжетіне аңыз әңгіме арқау болып, 3-ші жақта баяндалады. Поэма оқиғасы шағын, кейіпкерлері көп емес. Соның ішіндегі кең ашылатын образ бұл Масғұт. Масғұтты автор оқиға басындағы қайырымды, өжет іс-әрекеттермен көрсетеді. Ақ, қызыл, сары жемістен өз таңдауын алған Масғұттың ақылы, парасат пайымы көрінеді. Абай кейіпкерін орта дәрежедегі адам ретінде ала отырып, байлық пен ақыл туралы көзқарастары арқылы өз ортасынан ойы озып, адамгершілік сапасы жоғары жан ретінде көрсетеді. Автордың поэма арқылы айтпақ ойы кейіпкердің ақыл мен байлық туралы пікірінен басталып, қала басына келген зобалаңды көппен бірге ұғыш мәжбүр болған жағдайында айқындалады. Автордың Масғұт аузына салған байлық, ақыл туралы пікірі ақынның бірінші қара сөзіндегі мал бағу, ғылым бағу ойларымен сабақтасып жатыр. Масғұт ақыл туралы. Ақылды жан табылмас, маған сырлас, көріне тентек көп надан мойын бұрмас, әділетсіз, ақылсыз арсыздарды көре тұра көңілде тыныштық тұрмас десе, байлық туралы. Жұрт күндер жұрттан артық байлық үшін, бұлдайды біреу күшін, біреу түсін, не қылса да надандар алмақты ойлар, мал антұрған күйдіріп елдің ішін. Абайдың қартайды, қайрат қайтты, ұлғайды арман деген сияқты өлеңдерінен басталған қоғам туралы ойлары қара сөздерінде және поэмаларында сабақтасады. Абай 37-ші қара сөзінде Сократты өшкізген Янна Аркты отқа өртеп, Ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген күн, ол көп. Ендеше көпте ақыл жоқ, ебін тапта жөнге сал. Масғұт поэмасында ақын өз заманының мұңын, жақсы мен жаманды айырмас халқының жайын меңзейді. Поэмадан автордың ұстанымы айқындалады.
Ендігіге не сұрау бұл жалғанда, ақыл ой арнамыз жоқ еш адамда. Өлген мола туған жер жібермейді, әйтпесе тұрмас едім осы маңда деп. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өскен жайын, көп ішінде бір жалғыздың күйін баян айтеді. Поэма 11 буынды қара өлең ұйқасына құрылған. Енді білім алушылардың зейін тексеру мақсатында бірінші тапсырма. Кестені толтырып, маңызды ақпараттарды жазады. Бірінші тапсырманың дұрыс жауабын тексерейік. Дескриптор поэма мазмұнын түсінеді, кестені толтырады. Поэма 1887 жылы жазылды, 1909 жылы Петербург қаласында жарық көрді. Харун Рашид халифа дәуірінде, яғни Бағдат қаласында болған. Поэманың негізгі үш кейіпкері бұлар Масғұт, Қыдыршал, хан. Поэмадағы ақын ойы оның бірінші 37 қара сөздерінде және өлеңдерінде қоғам туралы ойлармен үндеседі. Шығарманың құрылысы бұл 4 тармақты 44 шумақ 11 буын қара өлең ұйқасына құрылған. Жауаптарыңыз дұрыс. Керемет, жарайсыздар. Поэманың сюжеттік композициялық құрылысына тоқталайық. Бірінші, оқиғаның басталуы. Бағдат шаһарында Масғұттың қарақшыдан дәрменсіз шалды құтқарып өзінің жаралануы. Шал мен Масғұттың диалогы. Екінші, оқиғаның байланысы. Шалдың Масғұтты бұзылған тамға ертіп барып, 3 түрлі жемісті ұсынуы. Масғұттың қызыл жемісті таңдауы, қызыр шалдан бата алуы. Үшінші, оқиғаның шиеленісуі. Шамшы Жихан атану, Масғұттың халифаға уәзір болуы, қызыр шалдың аян беруі. Төртінші, оқиғаның шарықтау шегі. Жаңбыр суын ішкен жұрттың ақылынан адасуы, жынданған халықтың сарайға келуі. Бесінші, оқиғаның шешімі. Хан мен уәзірдің амалсыздан жаңбыр суын ішіп, көппен бірдей болуы. Енді білім алушыларға екінші тапсырма. Поэманың сюжеттік композициялық құрылысын негізге ала отырып, берілген шумақтарды сәйкестендіру. Берілген шумақтарды сәйкестендіру бойынша дұрыс жауап тексереміз. Дескриптор үзіндінің мазмұнын түсінеді, композициялық құрылым бойынша талдайды, сәйкестендіру жұмысын жүргізеді. Жауабын тексереміз. 1А, 2Г, 3А, 4Б, 5В. Жарайсыздар. Үшінші тапсырма. Хикая картасы әдісі арқылы оқиға кезеңдерін ритме орналастырып, сурет арқылы әңгіменің құрамдас бөлшектерін анықтайды. Берілген суреттер арқылы білім алушылар Масғұт поэмасының мазмұнын айтады. Жарайсыздар. Енді Масғұт поэмасында ақынның негізгі ойы бұл идеялық мазмұны болып табылады. Негізгі ойы қандай? Басты кейіпкер Масғұттың ақылдан қашып байлықтан жиренуі. Абайдың өз басында халге өз өмір сүрген қазақ қоғамының жағдайына ұқсайды. Қалың ел қазағының жайына уайым жеген ақын көп дананың арасындағы жалғыздың күйі қандай болатын поэма шешімінде суреттейді. Көптің бәрі осындай мисал етсең, көп айтты деп алданып уақыда күтсең, ғапыл боп көп нәрседен бос қаласың, аңдамай көп сөзімен жүріп кетсең. Поэмадағы кейіпкерлерге тән ерекшеліктерді анықтау. Поэмада 3 негізгі кейіпкер бар: Масғұт, Қыдыршал және хан. Масғұт ақылды жігіт, байлықты мансұқ етеді. Адамзаттан әйелдің достығын қадір тұтады. Бұдан шығатын құндылық қайырымдылық, ақылдылық, батылдылық, парасаттылық. Қыдыршал айдалада Масғұтқа кез болып 3 түрлі жеміс ұсыну арқылы алғысын білдіреді. Бұдан шығатын құндылықтар жақсылықты таратушы, ізгілікті жақтаушы. Хан уәзірінің ақылына құлақ асады, тығырықтан шығар жол таба алмайды. Құндылығы көпшілікпен санасады, халқымен бірге болады. Дескриптор кейіпкерлердің өздеріне тән ерекшеліктерін поэмадан мысалдар келтіре отырып анықтайды, мысалдар келтіре отырып өз пікірін дәлелдейді. Үйге тапсырма. Масғұт адамгершіліктің күрескері тақырыбына әдеби эссе жазыңыз. Қажым Жұмалиев. Абайдың Масғұты қысқа сюжетті оқиғаға байланысы. Дамуы, шарықтау шегі, шешу бар поэма. Поэмадағы шал мен Масғұт арасындағы және хан мен Масғұт араларындағы диалогтар мен ерлік қимылдарын баяндау арқылы Масғұт ұнамды қаһарман. Ерлігіне ақылы сай, парасатты адам бейнесіне суреттеледі. Өзінің ақылының арқасында ол шығыстың күні деген атқа ие болады. Ал поэманың негізгі идеясы бұл әйелдің қоғамдағы атқаратын рөлін дәріптеу. Сонымен бүгінгі сабақтың да қорытындыласақ.
Кемеңгер Абайдың поэма жанрында 3 төл туындысы және бір аудармасы қазақ жазба әдебиетіне тың өзгеріс жаңалық әкелді. Соның бірі Масғұт поэмасы. Шығыстың аңыз әфсаналарының үлгісінде жазылған оның композициялық құрылымы шартты түрде 2 бөлімнен тұрады. Идеялық мазмұны. Енді сабақты қорытындыласақ. Кемеңгер Абайдың поэма жанрында 3 төл туындысы және бір аудармасы қазақ жазба әдебиетіне тың өзгеріс жаңалық әкелді. Соның бірі Масғұт поэмасы. Шығыстың аңыз әфсаналарының үлгісінде жазылған, оның композициялық құрылымы шартты түрде 2 бөлімнен тұрады. Идеялық мазмұны ақынның өлеңдерімен қара сөздерінде қоғам туралы ойлармен үндесіп, философиялық тұрғыдан тұжырымдалған. Поэмада көтерілген мәселелер де осы ойлардан туындап, жаңаша сипатталады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.